Некрасов деген орыстың жазушы. Мұсылман елінде 9 жыл болып қайттым. Мен Ресейге қайтып келе жатқан уақытта темекі арақ ішпейтін, темекі шекпейтін ислам дінінен біраз мағлұмат алып қайттым дейді. Мен де ол мұсылмандардың арасында 9 жыл тұрған уақытта өзімнің түрім славян болса да дейді. Маған ешқандай қорқыныш болған жоқ мұсылмандардан дейді. Олардан еш уақытта жамандық күтпедім дейді. Біздің енді онымен қоса өзі айтатыны, біздің үлкен қателігіміз дейді, сорымыз дейді. Біз әрдайым өзіміз шындық бізде жақта деп ойлаймыз дейді. Біз бәрінен жақсымыз деп ойлаймыз. Біз жақынымызды сыйламаймыз. Сонымен бірге басқа дін өкілінен өзімізді жақсы көруді қалаймыз. Өзімізге дейді, сыртымыздан қарасақ шама шашыңыз түк түреді дейді қалағымызға деп сөйтіп айтып кеткен екен. Яғни мұсылман елінде сол қандай береке бірлікті көріп кеткен Некрасов. Енді кейбір ғазырлар жоққа шығарып жатады, ол кісінің 9 жыл өмір сүрген ол жерде мұсылмандардың ішінде. Бірақ осындай жазбасы бар ол кісінің, Некрасов Николай, орыстың атақты жазушысы, ақынының. Мұсылмандарды сондай сипаттаған, сондай бір-біріне деп. Өздеріңіз білесіздер, енді Малхов енді Ғали уақыт алушы жақ. Бай немесе уақыт алушының жақыны болмаса да, яғни бай адам болса да дейді, немесе уақыт алушының жақыны болмаса да уақыт пайдаланылады дейді. Бір адам сонда ол кісі бай болса да уақытқа берілген дүниені сол кісіге басқаруға бере алады екен. Сол сияқты туысы болмаса дейді. Алла тағала басқа дін өкілдеріне де уақыт пайдалану жөнінде Құран кәрімде Мумтахина сүресінің 8-ші аятында дін жайында сендермен соғыспаған және жұрттарыңнан шығармағандарға жақсылық қылуларыңа, яғни бизнес дос болуға, дүниеви дос болуға, әділдік етулеріңе тыйым салмайды дейді. Енді рухани дос бола алмайды ғой, ақыреттік дос бола алмайды. Сонымен қоса Исра сүресінің 70 аятында «Уалақад каррамна бани адама» деген аят бар. Расында біз адам баласын құрмет еттік деген аяттарына сүйенеді дейді. Яғни басқа дін өкілдерде уақыт пайдалану жөнінде. Уақытта қайырымдылық пиғылы болу керек. Сол үшін мұсылман еместерге де беріле алады дейді. Тіпті кейбір шафиғи ғалымдары уақытты құстарға да жем азық бөлуіне беруге болады деп айтады. Енді білесіздер өздеріңіз хадис-и құдсида келеді, бүкіл жаратылыс Алла тағала айтады, менің үй үшін дейді. Кімде-кім менің үй үшін кім сол маған көмектескен деп айтады. Сондықтан мына бүкіл жаратылыс Хазіреті Омардың сөзі бар ғой. Егер мен халифа болып тұрған уақытта бір көпір сынып қойып, бір ешкі бір аң ба аяғын сындырып алса, ол үшін мен жауаптымын деп.